Саламатсыздар ма? Сіздермен байланыста мен Сәлім Қойшыбай. Бүгінгі біздің қарайтын есебіміз мәселе есеп мынандай. Сезім үйден мектепке жаяу жүрді. Жолдың 4/1-іне келгенде дүкеннің жанынан, 3/1-іне келгенде вокзалдың жанынан өтеді. Дүкенге келгенде сағат 9:30, ал вокзалға келгенде 9:35 болды. Нешеде шықты? Жауаптар көрсетілген 9, 9:05, 9:10, 9:15. Алдымен пауза қосып, өз күшіңізбен шығарып көріңіз. Мен сізді шығар деп ойлаймын. Төменге қай қалар екеніңізді және дұрыс жауабын жаза кетіңіз. Енді бұны қалай шығару керек екенін мен сіздерге көрсетейін. Алдымен сезім үйден шықты. Мына жер бұл үй. Қайда бара жатыр? Мектепке. Мына жер мектеп. Жолдың 4/1-іне келгенде дүкеннің жанына өтті. Яғни жолдың 4/1. Мына жер ол жартысы, мына жер ол 4/1. 4/1. Бұл жерде ол дүкеннің жанында. Мына жерде біздің дүкеніміз орналасқан. 4/1 деп қойын. 3/1-іне келгенде вокзалдың жанына өтті. Яғни мына бөлікті 3-ке бөлеміз. Міне осылай. 3/1 бөліп аламыз. Мына жер ол бізде. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік. Міне осы 3/1 бөлігі не ол? Бұл вокзал. Мына жер вокзал. Бұл 3/1 бөлігі. Енді үй мен мектептің арасы неше екенін білмейміз ғой. Үй мен мектептің арасы ол белгісіз x. Ол x толық жол, бір бүтін. Ал үй мен дүкен арасы 4/1-ге тең соның. Яғни барлық жолдың 4/1-іне тең. 4/1x. Бұл біз үйден дүкенге дейінгі арашылық. Ал вокзал ол бізде барлық жолдың 3/1-іне тең. 3/1-ді көреміз барлық жолға. Ол 3/1x. Енді қай жол ұзынырақ? Ол әрине вокзалға дейін жүрген жолымыз ұзынырақ. Дүкенге жүрген жолдан гөрі. Дүкенге келгенде сағат неше болды? Сағат 9:30-ды көрсетті. Ал вокзалға келгенде сағат 9:35-ді көрсетті. Осы ақпараттарды қазір пайдаланамыз. Бізге мына дүкен мен вокзалдың арасын табу керек. Мына бір бөлік нешеге тең? Вокзалдан шегерсек Дүкеннің арасын бізде осы бір бөлік пайда болады. Вокзал бізде 3/1x. Дүкен Бізде 4/1x. Бір-бірінен шегерсек ортақ бөлім 12. 12-ні 3-ке бөлемін 4 болады. 12-ні 4-ке бөлемін 3 болады. 4-ті 1-ге өтемін 4, 3-ті 1-ге өтемін 3. Мына минустан баса қоямын. Сонда 12-ден 1 x шығады. Мына жерде x-тан баса қоямын. Яғни мына бір бөлік не ол? Ол барлық жолдың x-ін 12/1 бөлігі. 12/1x. Сол барлық жолдың 12/1 бөлігіне, яғни 12/1x-ке біз қанша минут жұмсап тұрмыз? Дүкеннің қасынан 9:30-да өтеміз, вокзалдың қасынан 9:35-те өтеміз. Яғни 5 минут жұмсап тұрмыз. Олай болса мен x арқылы барлық жолға кеткен уақытты аламын. X табу үшін істейміз. 5-ті бөлеміз 12/1-ге. Бұл дегеніміз 5-ті көбейтеміз 1-12-ге. 5-ті 12 өтсек 60 минут болады. Яғни үйден дүкенге шейін менің қанша уақытым кетеді? 60 минутым кетеді. Онда жеке-жеке үйден дүкенге шейін қанша уақыт кетеді? Үйден вокзалға шейін қанша уақыт кететінін табуға болады. Барлық жолға мен 60 минут жұмсасам, мен 4/1-ді көбейтем 60-қа. 15 минутым кетеді. Үй мен дүкен арасында мен 15 минут жұмсаймын. Барлық жолға 60 минут жұмсасам, 3/1-ді көбейтем 60-қа, 2 сағат 20 болады. Яғни үйден вокзалға дейін мен істейткенмін, 20 минут жұмсайткенмін. Егер дүкеннің қасынан мен 9:30-да өтсем, 15 минут бұрын мен үйден шыққанмын. Сонда үйден нешеде шыққанмын? 9:30-дан азайтамыз 15 минутты. Болады 9:15. Міне 9:15-те шықтым, вокзалға шейін мен 20 минут жүріп, 9:15-ке 20 қоссам, міне 9:35. Вокзалдың қасынан өткен уақытым шықты. Егер мен үйден 9:15-те шықсам, онда мен мектептен істеймін, ондан 15 минутында келемін. Бізді сұраққа оралсақ, сезім үйден нешеде шықты дейді. Міне 9:15 бізде D жауабында көрсетілген. Бұл бір қарасаң қиын сияқты, бірақ түсінсең, бұдан ондай есеп жоқ. Сізге алдағы емтиханға сәттілік тілеймін. Бұйырса, биыл оқушысы атаңыз. Биылда 2 тур болады. Барлық оқушылардың жартысы бірінші турдан екінші турға өтеді. Екінші турда қайтадан іріктеу болады.
бірінші тур мен екінші турдағы есептердің күрделігі бәрі бірдей ақ. Егер сіз КТЛ интенсив онлайн курсын алайын ба алмайын ба деп ойланып жүрсеңіз, ол 2 турға да пайдасы тиеді. Сондықтан әлі алмаған болсаңыз, мен сізге алуға кеңес беремін. Бірінші турға аздаған күндер қалды, бірақ бірінші турдан кейін де екінші тур бар. Қараңыз балалар, сіздер бірінші турдан кейін екінші турға өттім бе, өтпедім бе деп ойланып, аяқты көтеріп қойып жатуға болмайды. Себебі бір күн қалған кезде сізге ескертеді. Сіз өттіңіз деп, немесе сізге келеді хабарлама, сіз өтпедіңіз деп, сіз дайындала беріңіз. Егер сіз өттіңіз десе, онда қуанышты жаңалық, сіз 6 күн бойы босқа дайындалған жоқсыз, сол білімді ары қарай жетілдіріп, сол екінші турдан сәтті тапсырасыз. А егер сіз өтпедіңіз десе, сіз дайындалып қойдыңыз ғой, дымда қалмайды, ол білім сізде қалады. Сондықтан үздіксіз дайындалу керек. Тестке бір күн қалғанша үздіксіз дайындалу керек. Тек қана дайындалған балдар сол есептерге түсіп, өз еңбегінің жемісін көреді.